Бәріңе сәлем достар, менің атым Еңлік. Мен ешкімге айтпаған біртүрлі жағдай бар. Мәселе мынада. Мен ағаштың жапырақтарымен қоректенетін болыппын. Менің дәмдерім бірден өзгеріп кетті. Бірақ мен бұл проблемамен дәрігерге баруға асықпадым, бірақ жақында аяп қалдым. Мен жапырақтарды жақсы көруім жақында пайда болды. Менің дәм сезетіндерім бірден өзгеріп кеткен туралы байқадым. Мысалы, алма бұрынғыдай тәтті емес. Оның дәмі ащы жуа секілді. Менің анамның ең дәмді пирогтарының дәмі бензиннің дәмі секілді. Ал апельсиннің шырыны красканың дәмі сияқты. Ал менің ең сүйікті хот-догым ең арзан резинкадан жасалған секілді. Дәл осылай барлық тағаммен де болды. Мен не істерімді білмедім. Менің тамаққа қарауға зауқым болмады. Сол кезде мен өзіме эксперимент жасап көрейін дедім. Мен бұрында есіме келмеген заттарды жеп көрейін дедім. Сол кезде менің ойыма тек қана ағаштың жапырақтары ғана есіме түсті. Бір күні мен мектептен шыққаннан кейін үйімнің қасында алыс емес ағашқа барып жапырақтарын алдым. Бірден алып алдым да аузыма салдым. Менің ойымша бұның дәмі жаман емес. Маған бұл ұнады. Себебі бұның дәмі тәттірек және де жағымды. Осы күннен бастап мен ағаштың жапырақтарымен қоректене бастадым. Ешкімге бұл туралы айтпадым. Анам өзінің жұмысымен жоғалып кететін, себебі анамда көп шаруалар болатын. Анамды бұл жолы мен мазалағым келмеді, ал дәрігерге мен барғым келмеді, себебі менің дәрігерге кішкентай кезімнен бастап қорқынышым бар. Мен ағаштардың жапырақтарымен қоректенетінім мені мазаламады. Біріншіден, бұл маған жалғыз дәмі ұнайтын тағам. Екіншіден, мен осындай тамақ жеудің арқасында артық килограмдарымды тастадым. Алайда бұл көп ұзамай күрделі мәселелерге алып келді. Мен мектепте немесе анаммен тамақ ішкен кезде кәдімгі тамақтарды ішуге тырыстым. Бірақ мен содан кейін бірден дәртханаға жүгірдім, себебі бұның дәмі өте жаман болды. Дәл осылай үнемі болды. Алайда мен бұл фактіні жасыра алдым, және ол маған қарсы болды. Мектептегі дәрігер менің қатты салмақ тастағаныма алаңдап, дәрігер денемнің жетіспейтінін, анорексияға айналатындығын айтты. Ол менен не жейтінімді сұрады. Мен көбінесе етсіз көктер жеймін дедім. Әрине де мен бұл жерде өзімнің жапырақ жейтінім туралы айтқым келмеді, себебі мені сол кезде-ақ ауруханаға жіберетін еді. Дәрігер жай ғана басын изеп, маған қайтадан әдеттегідей тамақтануды бастаңыз және басқа тағамдарды диетаға қосыңыз деді. Мен жай ғана басымды изедім, және ол мені жаңа салмақта өзімді қалыпты сезінгендіктен асыра сілтеп жатыр деп ойладым, бірақ бұл ұзаққа созылмады. Көп ұзамай жапырақтар маған онша қауіпсіз тамақ емес болып көріне бастады. Асқазандағы ауырсынулар мен бас ауыру маған калорияның жетіспеуінен ұйықтауға мүмкіндік бермеді. Мен әлсіредім, ал менің салмағым өте қатты жылдамдықпен төмендеді. Маған айнаға қарау қорқынышты болды, себебі менің әдемі фигурам жоғалып кетті. Және де сүйектерім көріне бастады. Ең қорқыныштысы, менде шаштарым түсе бастады. Және сәнді шаштың орнына тек жиналған шаш болды. Содан кейін мен өзімнің денсаулығыма қатты алаңдадым, бірақ өз қорқынышымды жеңе отырып, дәрігермен кеңесуге бел будым. Бірақ жан түршігерлік жаңалықты білген кезде менің жоспарларым өзгерді. Бір күні мен мектептен келген кезде мен анамның жерде қатты жылап отқанын байқадым. Алқасында ыдыс-аяқтар сынып жатты. Ал анам өз-өзіне келе алмай, мен бұл жұмысты жеп көремін деп айғайлады. Мен анамды өз-өзіне келтіргеннен кейін, мен анамның жұмысынан айырылғаны туралы түсіндім. Анамның банкрот болғанынан өзінің компаниясы жабылып қалыпты. Сіздер түсінсін дейін, менің анам бұл жұмыс үшін өте қатты тырысты. Анам әкем қайтыс болғаннан кейін қатты күйзеліске ұшырады, және екеуміз еш нәрсені қажет етпейміз деді. Анам көп жылдар бойы жұмысына күші мен ақшасын салып келді, бірақ бұның барлығы бір уақытта банкротқа ұшырады. Мен анама қалпына келтіретін дәрілерді беруіме тура келді. Анаммен бірге ауруханаға баруыма тура келді, себебі мен анамды жалғыз қалдырғым келмеді. Бірақ мен өзімнің шаруаларыммен анамды мазаламадым. Анам өз-өзіне келгеннен кейін, маған сен өте қатты арып кеттің және ауру адамдар сияқты көрінесің деді. Мен анама жай ғана құрбым екеуміз диета ұстап жүрміз дедім. Және сәл күндерден кейін мен кәдімгі тамақтарды жеуге көшемін дедім. Анам маған сеніп қалды. Сосын өзінің бөлмесіне кетіп қалды. Мен анамның арғы бөлмеде қалай жылап жатқанын естідім. Маған әрине біртүрлі. Және осы кезде менің тәбетім ашылып кетті. Мен далаға жаймен шықтым да, өзімнің ағашыма келіп, тезірек жапырақтарды жей бастадым. Бірақ бұған менің қарным тоймады.
Мен үйге барып кәдімгі тамақтарды жеп көрейін дедім. Бірақ қателесіппін. Бұдан да менің ішім ауырды. Гамбургер мен шырыннан кейін менің ішім өте қатты ауыра бастады. Себебі олардың дәмі өте нашар және жиіркенішті болды. Осы әңгімені мен анама айтам деп жөн көрдім, бірақ бұл жоспарым болмай қалды. Таңертең анам мені оятты, себебі алдағы уақыттарда біз шетелге барып демалатын боламыз деді. Себебі анама өз ойларын жақсарту керек. Мен ол жерде кәдімгі тамақтарды жеуге мәжбүр болдым, бірақ содан кейін менің ішім қатты ауырды. Себебі кәдімгі тамақтардың дәмі өте жаман. Ал мен бұл ағаштардың қасына жақындамадым, себебі бұл ағаш зиян ба әлде зиян емес пе, мен оны білмедім ғой, сол үшін жақындамадым. Бірақ мен шыдамадым да ол ағаштың қасына келіп тезірек жей бастадым және таңертеңге де кішкене жапырақтар алып қойдым. Түнде мен жаман болып ояндым және анамды оятуға да әрең жеттім. Менің қатты құсқым келді, басым ауырды, тіпті жем жетпеді және қатты шыдамай ішім ауырды. Мен анамның жастарымен дәрігерді шақырып жатқаны ғана есімде және мен таңертең ауруханада ояндым. Мен көзімді ашқаннан кейін анам мені құшақтады және мені қатты тырысып сақтап қалғаны туралы айтты. Негізінде шынында менің қанымда үлкен у бар екен және мен өте улы өсімдікті жеп уланып қалыппын. Анам бұлай неге болған туралы түсінер емес, мен анама барлығын дұрыстап баяндауым керек болды. Анам біріншінде ұрысты, себебі мен анама үндемей жүрдім. Және анам өз-өзін кінәлады, себебі менің түр-әлпетім өзгергеніне байланысты ауырып жүргенімді байқамаған. Мен анамды тынышталдырғым келді, бірақ анама өте қатты ауыр болды, себебі анамда жұмыс жайында да проблемалары көп болды. Бұның барлығы анамның жүйкесіне қатты тиді және анам шыдамай жүрегі ауырып, жерге есінен танып түсті. Дәрігерлер осында болып тезірек анама көмектесе бастады. Анамды көршілес бөлмеге апарып жатқызды және маған жаман хабар жеткізді. Соңғы кездері менің анам жұмыстан қатты шаршап, стрессте жүрді, сондықтан анамның жүйкесі жұқарып жүрді. Оның үстіне анамның жүрегі көп ауыратын. Анам бұған көп мән берген жоқ, тек қана дәрілерді ішіп жүре берді. Ал енді қазір бұл инфарктқа әкелді. Дәрігерлер енді қазір анамда жақсы екені туралы айтты. Енді анама көбірек стресске түспеу керек туралы айтты және көбірек демалу керек деді. Менің жапыраққа тәбетім бар екеніне дәрігер көп қарап тұрды. Және маған дифкензия деген ауруды қойып қойды. Бұл тағамдардың дәмі ауысып кеткен кезде болатын жағдай. Дәрігер маған темір мен гормон жетіспейтіндіктен осылай деді. Және бұны емдеуге болады деді. Бұл жаңалық мені қуантты. Бірақ мен өз-өзімді уайымдаған жоқпын, мен өз анамды уайымдадым. Мен алаңдадым, бірақ дәрігерлер менің анамда барлығы жақсы туралы екенін айтты. Мен анама дейін бара алмадым, себебі менің оған дейін күшім жетпеді. Мен тіпті өзімнің орнымнан тұра да алмай қалдым. Мен ауруханадан шыққаннан кейін шашымды қырқып тастап, парикпен жүруіме тура келді. Себебі ол шашымды өсіргенмен маған пайда жоқ. Және мен емделу курстарына да жазылып жүрдім. Үйде пайдалы тағамдарды да жедім және мен жазылып келе жатқан сияқтымын. Және де толып салмақ қоса бастадым. Ал сіздер мен сияқты біртүрлі тағам жейсіздер ме? Ол туралы комментарийге жаз. Ал ендеше қазір сен лайк қойып маған тіркел. Ал енді сау бол.